Сәлем достар, біз бүгін сіздермен баклажаннан осындай салат жасайтын боламыз. Барлығының есінде шығар, оның жасалу жолына тек қана 3 баклажан, чеснок, сосын майонез и укроп керек. Ең алдымен баклажандарымызды осылай бастан алып, осы дөңгелекке турап, жуып, одан кейін мұздай суға бір 10 минутқа тұз салып қоятын боламыз. Одан кейін соусына жаңағыдай укроп, чеснок и майонез. Чеснок пен укропты майда қылып тураймыз. Сөйтіп осылай қылып барлығын бірге араластырып алатын боламыз. И бізге 2 жұмыртқа мен тұз қосып, сосын 2 қасық ұн қосып, барлығын араластырып, осыған баклажандарымызды батырып қуырып алатын боламыз. Араластырып осылай қою маса шығарып аламыз. И одан кейін осылай батырып, табамызды қызып тұрған майға 2 жағын қызартып тұрып қуырып алатын боламыз. Мінекей осылай қызарып жұмсақ болып піседі. И және де помидорларымызды дәу қылып турап алатын боламыз. Баклажанымызды қойып, оның үстіне соусымызды жағып, помидорымызды қоямыз. Сіздер 2 этажды қылсаңыздар болады. Менде баклажан аз болғаннан кейін 1 этажды қылдым. Мінекей осылай дайын болды. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мені арнамды қолдап, күнделікті тамақтарды бөлісіп отырамын.